Sergizat Dүйсенғазин, Астана, Фархат Маратұлы Алматы. Ағайын ұлдарыңды нарсалаңдар, ақынға қол соқпауды арсалаңдар. Финалға шығып қалуды меруін, қолыға қолудан шаршамаңдар. Жерімді мен кетейін тарқатумен, Күнекей шығып қалдым фархатыммен. Еміреніп отырған елім үшін, айтыссам да шаршамын алтақыммен. Үркей бар домбырамда тартылмаған, бір сыр бар жүрегімде айтылмаған. Айтыс сүйер ағайын осында отыр, түймеге алданбайтын жарқылдаған. Айтысты сүйіп келген ағайындар, ұнайды осы отырған қалпың маған. Қыраннан қалған тұяқ сіздер, қарғалар көп заманда қарқылдаған. Фархатжан шықтың бекен арқан қызып, көзіңнен жыр, тіліңнен бал тамызып. Ақынен бір бастасаң тоқтамайтын, ағайын тоқтаталмас арқан бұрып. Серікзаттай ағаңмен айтысуға, Сиязбек ұстазыңды қалқан қылып, мен бірақ ұстазыңа қарамаймын, айтыспасаң жіберем талқан қылып. Елімде ақындарың еміренсе, финалға шыққан кезде тебіренсе, қосқабырға мырсиып сен де шықтың. Мұны отырған ағайын оны көрсе, егерде Қабанбайдай ер бабамыз тіріліп бұл дүниеге бері келсе, ұрпағым азып тозып кеткен бе деп еңіреп жібереледі сені көрсе. Азда болса бір тұяқ қалыпты деп қуанып қалар еді мені көрсе. Ағасы отырмаңыз жасып бекер, толықпын деп көңілін тасып кетер. Ұстазымен екеуі жамылды деп, артық сөзді айтпаңыз сасып бекер. Сияз ағам егер сізге жамылғанда, ол сізді салмағымен басып кетер. Бірақ ол сізге қарсы айтыспайды, тек қана жолыңызды ашып кетер. Бісмілләмен кірістім ән шыңдауға, асықтан түсіп тұрған алшын барда. Ертіспенен есіліп бірге ағайын, қарағайлар аспанға жаншылғанда. Қазақтың тойшылдығы бір бітпейді-ау, ашылғанда. Ақындар келді десе даурығатын, жыр-құмар дархан қазақ барсыңдар ма? Алдыңа қайта келді мұзбалағың, өлеңін ұялатқан таушыңдарға. Өздеріңнің қолдауыңмен шауып келем.
бейілмен құлатпас деп мәнсіз жарға. Бесқарағай ауылымды бір жаңғыртайын, көк аспанға шарықтап, даусым далдалбай. Көңілі серағамның кең секілді, ағаларға ризамын сен секілді. Сіз маған арықсың деп тиістіңіз ғой. Ініңізге қатты айтып мен секілді. Жарасымды әзілдесіп сөз айтайық, ел көңілін көтерген жөн секілді. Жанымда мен отырсам бір секілді, оң жағында сіз отырсыз нөл секілді. Екеумізді қатар қойып қарағанда, кәдімгі цифрдағы 10 секілді ай. Желбіретейін жырымды, Ақордадағы байрақтай, айтыстың сәні келер ме? Тілменен жақты сайратпай, оттай сөзді лаулатпай, шоқтай көзді жайнатпай, қарсылас келген ағаның зығырданын қайнатпай, ағасы сізді байқайын, шымшыма әзіл айтайын. Сөзіме менің құлақ салып, кірпігіңді жайғатпай, тұлғаңа сенің ризамын, сүт бетіндегі қаймақтай, кезекті сізге берейін, інін болсаған ерейін. Қайрашы кәне бауырыңда қылыш қайрайтын, қайрақтай ай-ей-ей. Қолдаумен қадамымды алаштырған, ел жұртын кім жеңер деп балаштырған, Сиязбектей ағаңа ризамыз, біздерді сахнада жарастырған. Бұл Фархат менің жақын інім еді, ауруым болып отыр сол асқынған. Бұл да бір қоғамның бір қасіреті, інісін ағасымен таластырған ай. Қолыңа батыр болсаң байрақ берем, ақын болсаң ақылмен айбат берем. Егерде ойыңда ондай рух болмаса, қолыңа таяқ алып қой бақтырем. Шабытымды қозлышы деп отырсың, қозғап мен шабытымды жайлап көрем. Сен менің, егер менің сөзіме ұстансаң, кәнекей жігеріңді қайрап көрем ай. Білім менен көріп өтімдісің, ағамды жеңемін деп отырмысың? Қайрақты інілердің бір едің ғой, көп ақынға жететін өмір күшің. Бұл ағаның қасында шырпыдай боп отырған арық және кекілдісің. Қарағайдай ағаңның бұл қасында кәдімгі түшіққыш секілдісің ай. Қасында бұл ағаңның желіп отыр, желдіртіп бүгін маған еріп отыр. Фархаттай елімменен қалмайды деп, сенің затағаң саған сеніп отыр. Түші құғыш атағың құтты болсын, тарихқа бұл атағың еніп отыр. Мен жаңа томиристе ет жегенмін,
оны барлық ағайын көріп отыр. Оңтайлы сәтті осы пайдаланып, сізді шұқып алғым келіп отыр. Қосау кішкене демек қояйық, ақыл жүріп қояды. Шабыт беріңіздер. Өмілі бұл халықтың түзу екен, айтысымыз біздердің қызу екен. Ақбейілді ағамның бар арманы, айтыстың айдынында жүзу екен. Ой бағып өлең баққан бұл үніне, қой бағып көл дегенің қызық екен. Өлеңің өлең емес ән секілді, әзіліңде бар үлкен мән секілді. Маған жаңа ат бердің көп рахмет, зубочистка дегенің сән секілді. Тіс шұқығыш болсам аға менегерде, онда менің үшкірлігім дәл секілді. Бүйірімнен байқаусызда түртіп қалсам, шарылып қаласың ғой, шар секілді ауай. Аталарым ұқсап отыр мәртасылға, ақ жаулықты аналарым жалт осында. Ақ орамал адалдықтың белгісі ғой, қазақы қасиеттің парқосында. Бес қарағай бұрын кілең орыс болған, қазір қазақ көтерілді жалпасуға. Қазақ бұрын 32% бопты, деректерді ортаға тартасыңда. Ал қазір 68% болды. Дәл қазақы өсімнің шартосында. Қазақ әлі 100%-ға жетерсіңдер, ақ жаулықты аналардың арқасында вай. Серікзат ағам қашанда әртүрлі айла табады. Мақтап отыр інісін, түйрек отыр әзілмен, әзіліңді ағасы. Қабылдайын жаңаға, мақтап қана қоясың. Маған айтқан сөздерің айрандай болып ағады. Жылы-жылы сөйлейсің, жылы сөзбенен жұмсарды. Алам дедің бе жамалы, Серікзаттай ағасы, ақынсың ғой саналы. Жылы-жылы сөйлеген жыланға ғана жағады вай. Қасиетті тұрайық. Ақатжан күнде ғана жолықпайсың, олаған толықсыған толықтайшын. Бүйіріңнен түртіп қап жарам дейсің, қарағайдан аяғыңнан қорықпайсың. Бүйіріңнен түртіп қап жарған шарға, Фархатжан бейнен көрі сен ұқсайсың. Ағаңа тиіп жүрген қолғабысың, бойында жігіт едің мол намысың. Қуанып мен отырмын ел алдында, Фархатым дәл осындай болған үшін. Кей айтыста шаба алмай жүретінім, осы айтыста толысып толған үшін. Қарғамау сен озғаның, мен озғаным, жортқанда жолың болсын, жол барысым. Еңбері қаған елді дәстүр бешін, сол дәстүр ешқашанда ескірмесін. Ағалықты жасап мен кетейінші, дұшпандарым табалап дос күлмесін.
осы жолы байқаймыз сәті кеп тұр, сен аға осы айтыстың бас жүлдесін екеуміз бірге кешке тойлатайық, бізден қалған дәулетті қасқыр жесін. Ай, өмірдің өлең айттым көшіменен, көңілдің өлең айттым қошыменен. Мақсұттай ұландарың аман болса, бес қарағай айырылмас несібеден. Келер жыл осы айтысқа біз келерміз, өмірдің уақыт дейтін көшіменен. Сондықтан ағайын жұрт қош боп тұрғын, сөзімді доғарамын осыменен. Ай, тілегін беріп отыр жалпы уақ, қазақтың әрқашанда салты жұмақ. Ағасы Ақбейіліне мен разымын, айтысымыз жақсы шықты жалпы, бірақ бұл айтыста бас жүлде маңызды емес, ағалық Ақбейілім ардығырақ. Ай, аяқталды бәсекенің сәті білін, баршаңа байқатайын жарқын рең. Семейдей құтты өлкеден нәр алған соң, сіздерге ортақ ұлдай ақыным ем. Серағам аягөздің тумасы ғой, сізді туған ағамдай жалпы білем. Ал мен болсам жармада туып өстім, балағын балқаймағын сапырып ем. Ал Семейде білімнің нәрін еміп, алғашқы шабытымды шақырып ем. Екінші рет осы ауылға келіп тұрмын, бұл ауылдың жайсан екен заты кілең. Қазір мен Алматыда жасап жүрмін, құдіретті Құдайдың рақымымен. Қалада тірлік қылып жүрсем дағы, дәл өзіңдей ауылдарға жақын ұлым. Қырдағы қидың исі артық маған, қаладағы қыздардың әділінен. Ай, не дейсің басқа, не дейсің, не дейсің басқа, не дейсің, күн бірлетіп күйдігіп, халықты жырға бөлейсің. Қазағым менің қашанда алтыны ғана елейсің, азаматтар арқалы мемлекет қамын жегейсің. Алтын құрсақ жеңгелер, алтын айдар ұл тауып, еліңді сүйгін дегейсің. Қасиетті қарттарың батаңда жатыр мерейшін, арысың болып молынан тынысың қазақ кеңейсің. Сұлтаның әркез нұр шашып ұрпағың өзі көбейсін. Ай, жөнін бөлеп, сөйлеудің бес қарағай төріндерек. Бірлігі бүтін болар елмен жұртым, осындай айтыстарды көру керек. Сыйластықтың сиясы кеппеу үшін ел жұртыма осындай сенім керек. Ағайын болар елдің балалары, фақатпен екеуміздей болу керек. Рахмет. Hamzasılar arkadaşlar. Sevgili Zatın Parayı, көтеріңіздер, жасырмаңыздар. 1-9, 2-9, қалған 10. Арқат Маратұлының Парайы. Түгелі 10.